Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 20-шы сабақтың А тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, 20-да бірінші жаттығудан бастайық. Есептің берілгені мынандай. Бізде кестелер берілген. Енді осы кестелер бізде функцияны бере ме жоқ па, соған жауап беруіміз қажет. Мен бұл жерде мысал ретінде бірінші және үшінші кестені алдым, ал 2 мен 4-ті өздеріңіз қарастырасыздар. Яғни, бірінші кестеге қарайтын болсақ, функцияның анықтамасын еске түсірейік ең алдымен. Функцияның анықтамасы бойынша x айнымалысының әрбір мәніне функцияның бір ғана мәні сәйкес келетін болса, біз онда бұндай тәуелділікті функция деп атайтын едік. Көріп отырсыздар, x айнымалысының әрбір мәніне функцияның бір мәні сәйкес келіп тұр. Демек, бірінші кестеміз бізде функцияны беріп тұр. Бұны формуламен де көрсетуге болады. Y тең 2-ден 1 x деп жазатын болсақ, бізде берілген кестенің формасы осы түрде болады. Өйткені x-ің орнына 1 қойсақ, y 0,5 болады. X-ің орнына 2 қоятын болсақ, y 1-ге тең болады. 3 қойсақ 1,5. Демек, x айнымалысының әрбір мәніне y-дің бір мәні сәйкес келіп отыр. Сол себепті бірінші кестеміз функцияны береді деп айта аламыз. Демек, функция деп жазып қояйық. Ал енді үшінші кестені қарастырайық. Бұл жерде функцияны бермейді. Өйткені жаңағы анықтаманы қайталайтын болсақ, x айнымалысының әрбір мәніне y-дің бір ғана мәні сәйкес келу керек. Ал бұл жерде қарайтын болсақ, x айнымалысының бір мәніне, яғни 1 деген мәніне y айнымалысының 2 мәні сәйкес келіп тұр. X 1-ге тең болған кезде y минус 1-ге және 1-ге тең деп жазып қойған. Бұлай болуы мүмкін емес. Ешқашан x айнымалысының бір мәніне, мына жерде екеуінде де 1 тұр, яғни бір ғана мән, y-дің 2 мәні сәйкес келу мүмкін емес, екі түрлі мәні. Сол себепті бұл жерде бұл кестеміз функция емес. Y-дің бір мәніне x-дің бірнеше мәні сәйкес келуі мүмкін, бірақ x-дің бір мәніне y-дің бірнеше мәні сәйкес келуі мүмкін емес. Ол кезде функция болмайды. Егер де мысал үшін мына жерде y 0,5-ге тең болған кезде x 1-ге және минус 1-ге деп жазатын болса, ол кезде функция деп қарастыруға болады. Ал керісінше, x 1-ге тең болған кезде y 0,5-ге және минус 0,5-ге деп қарастыра алмаймыз. X-дің бір мәніне y-дің 2 мәні сәйкес келуі мүмкін емес. Ол кезде бізде функция болмайды. Неге осылайша біз кестеде берілген есептердің қайсысы функция болатынын және болмайтынын анықтап, ажыратып шықтық. Ал енді 20-да үшінші жаттығу. Бұл жерде кестемен берілген функциялар өспелі ме, кеммелі ме, соны анықтауымыз қажет. Бірінші кестені қарайық. Функциялардың өспелі немесе кеммелісін кесте бойынша анықтауға болады. Егер де x-дің мәндері өсіп жатса, y де өсетін болса, олар өспелі. Немесе керісінше, x кеміп, y да кемейтін болса, ол кездері өспелі ретінде қарастырамыз. Ал егер x өсіп, y кемейтін болса, немесе x кеміп, y керісінше өсетін болса, ол кезде ол функциялар кеммелі болады. Бізде бірінші функция, қарап отырсыздар, 7, 8, 9, 12, x-дің мәндері өсіп жатыр. Сәйкесінше y-дің мәндері де өсіп жатыр. Демек, бірінші кестемізде берілген функциямыз өспелі функция деп айтамыз. Келесі кестені қарайық. Бұл жерде x-дің мәндері 40, 30, 15, 6 кеміп жатыр. Сәйкесінше y-дің мәндері де кеміп жатыр. Екеуі де бірдей өсіп немесе бірдей кемейтін болса, ол кезде функциялар өспелі болады деп айтып кеттік. Демек, екінші кестемізде функция өспелі екен. Ал енді ең соңғы үшінші кестеміз қалды. Бұл жерде қарайтын болсақ, x-дің мәндері 90, 80, 70, 60 кеміп жатыр, ал y-дің мәндері керісінше 6, 12, 18, 24 өсіп жатыр. Яғни x өсіп, y кемейтін болса, ол кезде функция кеммелі болады. Немесе керісінше, y өсіп, x та кемуі мүмкін. Ол кездері кеммелі болады. Біреуі өсіп, екінші шама кемейтін болса, ол кездегі функцияларды біз кеммелі функция дейміз. Егер де екеуі де бірдей өсіп, немесе бірдей кемісе, онда ондай функцияларды өспелі дейтін едік. Ал біреуі өсіп, екіншісі кемейтін болса, онда кеммелі функция болады. Неге осылайша кесте бойынша функцияның өспелі немесе кеммелі екенін анықтап шықтық. Ал енді А тобында қарастыратын ең соңғы мысалымыз 20-да 4-ші жаттығу. Бұл жерде кестемен берілген функцияны формула арқылы жазып көрсетуіміз қажет. Ең алдымен бірінші кестені қарайық. X 1-ге тең болған кезде y 3-ге тең,
x 2-ге тең болған кезде y 6-ға тең, x 3-ге тең болған кезде y 9-ға тең. Көріп тұр, бұл жерде x-тің мәндері 3 еселеніп жатыр. Демек, y функциясының формасын жазатын болсақ, x-ті 3-ге көбейтіп жазсақ жеткілікті. Яғни x-ға 1 қойсақ, y 3 шығады. x-ға 2 қойып көріңіздер, y 6. x-ға 4 қойып көрсек, y 12-ге тең болады. Мінекей, бірінші кестемен берілген функцияның формасын тауып жазып алдық. Тура осылай 5-ші кестемізді қарастырайық. Бұл жерде x-тің мәні 1-ге тең болған кезде, y-тің мәні -2-ге тең. x 2-ге тең болған кезде, y-тің мәні -5-ге тең. 3-ге тең болған кезде -8-ге. Демек, y-тің формасын жазу үшін тең. Мына жерде y теріс сан, сол себепті x оң сан болып, y теріс санға ие болып тұрса, демек, x-іміз қандай да бір теріс санға көбейтіліп тұр. Біз мысалы -3-ге көбейтіп көрейік. -3x дейтін болсақ, 1-ді 3-ге көбейтсек, -3 болып қалады. 2-ні -3-ге көбейтсек, -6, 3-ті -3-ге көбейтсек, -9 болады. Бізде көріп отырсақ, сан мәндері біреуге артық. Демек, бұл жерде 1-ді қосып жазамыз. Енді орындарына қойып көрейік. x-тің орнына 1 қояйық. -3-ті 1-ге көбейтсек, -3, оған 1-ді қоссақ, -2 шығады. Ал енді x-тің орнына 2 қойып көрейік. 2-ні -3-ге көбейтеміз, -6, -6 плюс 1, -5-ті береді. 4-ті қойып көрейік. 4-ті -3-ге көбейтсек, -12, оған 1-ді қоссақ, -11 шығады. Мінекей осылайша біз кестемен берілген функцияларды формула арқылы жазып алдық. Осы мысалдардың негізінде қалған есептерді өздеріңіз шығара аласыздар.